Балалар қараңдаршы, мына үстелімнің үстінде нелер тұр? Нелер тұр? Гүлдер. Сосын тастар, топырақ, су көріп тұрсыңдар, иә? Балалар, бұл айналамыздағы барлығы табиғат екен. Бұл табиғат екіге бөлінеді екен. Өлі табиғат және тірі табиғат болды. Тірі табиғатта балалар су ішеміз, тамақтанады екенбіз. Ол деп тұрғанымыз біздің мына алдымызда тұрған гүліміз тірі табиғатқа жатады екен. Және сендер, мен тірі табиғатқа жатады екенбіз. Өйткені біз су ішеміз, тамақтанады екенбіз. Ал өлі табиғатқа тастар, су және топырақ жатады екенбіз. Топырақ жатады екен. Олар өйткені тамақтанбайды. Оларға су да, тамақ та қажет етпейді екен олар. Ал енді қазір біз осы өлі деп аталатын топырақтың бір құпиясын ашатын боламыз. Балалар, мына топыраққа біз тәжірибе жасап көрейікші. Ол үшін біз осы топырақтың астында не жатқанын көріп алайық, иә балалар? Мысалы, мынау қолымызда не тұр? Лупа. Осы лупа арқылы топырақтың ішінде не бар екенін көрейікші. Балалар, мен топырақтың ішінде не бар екенін көре алмадым. Қане, сендер көріп көріңдерші. Алюша, топырақтың ішінде не бар екенін көре алдың ба? Жоқ. Көрдің ба? Көре алмадың, иә? Ал, Мирас, сен қарап көрші, мүмкін сен көретін боларсың. Мирас, көре алдың ба сен? Жоқ. Көрмедің ба? Ал, Мирас, сен қарап көрші, мүмкін сен көре алатын шығарсың. Жоқ. Көрмедің ба? Ал, Сауран, сен қарап көрші. Топырақтың ішінде не жатқанын көре аласың ба лупамен? Көрдің ба? Жоқ, көрмедім, иә? Балалар, мынау өлі табиғат топырақтың ішінде не жатқанын біз көре алмадық, иә? Қазір біз осы өлі деп аталатын топырақтың бір құпиясын, сондықтан сендерге ашып, тәжірибе жасап көрейік, иә? Қараңдаршы балалар, алдында таза құтыда не көріп тұрсыңдар? Су көріп тұрсыңдар, иә? Осы суға біз қазір топырақ салайық, иә? Топырақты саламыз, мұқият қараймыз. Судың ішінен не шығып жатқанын байқаймыз, иә? Не шығып жатыр? Көпіршіктер шығып жатыр, иә балалар? Ақырын жай ғана судың бетіне көпіршіктер шығып жатыр екен. Бұл көпіршіктер балалар, яғни мына топырақтың астында ауа бар деген сөз. Біз бұл тәжірибені жасамасақ, біз топырақтың астында ауа бар екенін білмейді екенбіз. Бұл ауа не үшін қажет топырақтың астындағы ауа? Өйткені топырақтың астында жәндіктер өмір сүреді екен. Ол жәндіктер құрт-құмырсқалар, қоңыздар өмір сүреді екен, иә? Оларға да ауа керек екен, иә? Сондықтан біз тәжірибе жасау арқылы топырақтың астында ауа бар екенін білдік, иә, балалар? Біз нағыз эколог болдық. Табиғаттың әрбір бөлшегі, тас, топырақты біз әрқашанда қорғап, аялап жүруіміз керек екен.